Сәлем барлықтарыңа. Мен бүгін күшті тақырыпты қозғамақшымын. Яғни бүгінгі айтатын ойларым тікелей өзіме қатысты, одан бөлек керек етпейтін адамдар қарамай-ақ қойса болады. Яғни қалай жеңіл өмір сүруге болады. Көп жағдайда адамдарда андай өмір сүрген кезде жеңіл өмір сүреді деп айта алмаймын. Сырттай ғана, іштей бірақ адамдардың ішінде қорқыныш, үрей, яғни өз-өзін жек көру, әртүрлі нәрселер болып жатады. Бірақ сыртқы көзге, мысалы Инстаграмға, телефонға, стористарға бірдеңе салған кезде, как будто бір адам бақытты сияқты болып көрінеді да. Бірақ былай шын мәніне қарайтын болсаң, ол адам іштей бақытсыз. Яғни қалай жеңіл өмір сүру керектігін білмейді. Яғни бәрін ауыр қабылдайды, ішінде қорқыныш, сенімсіздік, үрей, білмеймін не үшін екендігі, жан тыныштығы жоқ адамда. Яғни мен мысалы сондай деңгейге келдім. Яғни қазір мен кәдімгідей смело барлығына үлгеріп, бәрін жасап деген сияқты барлығына үлгеріп жеңіл өмір сүремін. Осыдан 2 жыл алдын менде өте қатты проблемалар болған. Кәдімгі әшейін нәрселерге бір просто нәрсе бола ма, соған кәдімгі ауыр қарап, қорқып, біреу бүйтіп қоя ма, біреу үйтіп қоя ма деген сияқты әртүрлі жүрегімде тыныштық жоқ. Қанша яғни ақша жетіспеушілігі болсын, басқа нәрсе болсын, дос, адам, таныс, ол қызық емес. Адамның андай бүкіл нәрсесі болып тұрса да, ақшасы болып тұрса да, ата-анасы, достары, бүкіл оқу болып тұрса да, адамның жүрегі тыныш болмайтын кездер болады. Даже Құдаймен байланысы болған кезде де, яғни жүрегі тыныш емес кездер болады. Мен басымнан сондай бір белгілі бір ситуациялар өтті. Енді бұл 2 жыл алдын мен сондай өте қатты қорқақ, өзіне сенімсіз, сондай адам едім. Қазір менде маған бәрібір ше, маған адамдардың сөзі маңызды емес, өзімнің жасап жатырған дүниемді білем, өзімнің ойым, өзімнің көзқарасым ғана маңызды. Тікелей енді осы менің көзқарасымның өзгеруіне, кәдімгі жеңіл өмір сүруге маған көмектескен ең маңызды 5 нәрсе бар. Мен сол туралы айтатын боламын. Яғни бұл бүкіл адамға қатысты, тек оқушы ғана емес, яғни студент қана емес, мына видеоны көріп отырған адамдардың барлығына қатысты. Ең бірінші нәрсе менде мынандай, Аллаға тапсыру, яғни кез келген бір дүниені Құдайға тапсыра алу. Құдайдың рөліне кіріп кете алмау дегенді мен бұрын түсінбейтін едім ше. Құдайдың рөліне кіріп кетпеу керекпіз. Біз көп жағдайда байқамаймыз, Құдайдың рөліне кіріп кетеміз. Мысалы ретінде мен былай жасаймын, бірдеңе жасағым келіп тұр, бір курсқа қатысқым келіп тұр, болмаса бір жаңа бір дүние, өзім өмірімде жасамаған нәрсені жасап көргім келіп тұр да, бірақтан мен оны жасамай тұрып бүйтіп шығарып қоямын. Ананы жасап көрсем, қазір тура осындай болып қалады. Болмаса мысалы, сен біреумен танысқың келіп тұр да, танысқың келіп тұр деп айтайық, сен оған барасың да, қазір мен анамен танысатын болсам, анау маған андай деп айтып қояды, анау маған сөйтіп айтып қояды деп біз алдын ала шешімді шығарып қоямыз. Яғни уже жасамай тұрған нәрсенің результатын көріп қоямыз. Өйтіп көріп қоятын адамдардың барлығы ол Құдайдың рөліне кіріп кеткен адамдар. Яғни ол не істейді, болмай тұрған нәрсені болды қылып жіберетіндер көп жағдайда Құдайдың рөліне кіріп, яғни белгілі бір деңгейде ешқандай жетістікке жете алмайды, өзінің арман мақсатына жете алмайды, яғни өмірден белгілі бір деңгейде тыныштық таба алмайды да, сөйтіп алдын ала бүкіл нәрсені ойлап қойғанның арқасынан. Сондықтан мен ол нәрсені доғардым. Қазір любой нәрсені бүйтем да, жасап келіп тұрама, просто так жасап кете саламын. Яғни ойланбаймын, ондай қатты ұзақ ойланып шешім қабылдамаймын. Өзім тез шешім қабылдайтын адамдардың қатарынанмын. Просто істеп көре саламын. Ол теріс бола ма, басқа бола ма, өзім миыма сол нәрсе келіп тұр ма, сол нәрсені жасап көремін. Бірақ енді жаман әдеттер емес, просто жақсы жағынан менің өзім мысалы білім алатын болсам, бір курс оқитын болсам, болмаса бір жаққа барып адамдармен танысатын болсам, ол нәрсені сразу жасап кете аламын. Яғни бірінші нәрсе маған көмектескен жеңіл өмір сүруге бүкіл нәрсені Құдайға тапсыра алу. Яғни Құдайдың рөліне кіріп кетпеу. Мысалы ретінде мен алдын ала болмаған нәрсенің бәрін ойлап тастап, ертең қандай болады, ертең қандай болады, бір аптадан кейін қандай болады деген сияқты нәрселердің бәріне кіріп кететін болсам, мен уайымдай беремін. Мен жүрегім ешқашан тынышталмайды. Сондықтан бүкіл нәрсені смело просто Құдайға тапсыру керек. Ол нәтижесін Құдай ғана береді. Осы нәрсені дұрыс қабылдай алу керек. Екінші нәрсе, жеңіл өмір сүруге, кәдімгі ештеңені уайымдамай өмір сүруге көмектесетін нәрсе, адам өкпе ренішті, кек сақтауды мүлдем қою керек. Яғни мысалы сен бүгін бір адаммен таңертең тұрдың да ұрсып қалдың, ұрсып қалған нәрсені ертең ұмытып кете салу керек. Просто немесе тура сол болған ситуация уақытында сол адаммен талқылап шешіп тастау керек. Өйткені ол адамның андай өкпе реніш деген просто андай сөздер сияқты болып көрінеді, бірақтан ол сөздер сияқты болып көрінгенмен адамның кәдімгідей жүрегін жаралап, уайымға салып, ішінде жаман әсерлерді қалдырады. Мысалы ретінде былай ойлайық, сен өзің жан подругаң бар деп ойлайық. Сен подругаңмен ұрсып қаласың, анамен жаман сөзге, бір-біріне жаман ауыр сөздер айтасыңдар, ұрсып қаласың, келесі күні сен анау менің алдымнан шықпай-ақ қойса екен. Сол
сол танысым алдынан шықпай ақ қойса екен деген сияқты адамда алаңдаушылық пайда болады. Уже сен жеңіл өмір сүріп жатқан жоқсың. Уже ананы көріп қалсам андай болады, мен ананы жек көретін едім, ананы бүйтіп көретін едім, ананы кешірмеймін, анау маған мынандай нәрсені істеп кеткен үшін. Ананы кешірмеймін, мынау болмаса мамам маған сөйтіп айтты, сол үшін мен мамама, папама ішімдегі өкпелерім бар деген сияқты адамда өкпе реніш сақталып жүре беретін болса, адам ешқашан жеңіл өмір сүре алмайды. Осы нәрсені түсіну керекпіз. Яғни просто егер сен біреуге өкпелеп, біреуге жаңағыдай ренжітіп қойған, біреуге кек сақтап жүрген, жаман ойлап жүрген адамдар болатын болса, просто қағазға жазып шығарып тастау керек. Егер одан да шықпай жатқан болатын болса, просто ол адамға жаза салу керек. Осындай ситуация болды, екеуміз ұрысып қалдық. Одан кейін барып немесе мен саған осылай ренжіп қалдым. Мен ішімде осылай, яғни бір жаман сезімдердің қалғанын қаламаймын. Сондықтан мен сенен кешірім сұраймын деген сияқты ол адаммен татуласа салу керек. Бірақ маған реально біреуден кешірім сұрау деген өте қатты қиын болған. Себебі мен бұрыннан андай кек сақтайтын адам болғанмын ше. Бүйтемін да, маған бір адам бірдеңе істеп кетті ме, оған айтпаймын. Мен саған ренжіп қалдым деп айтпаймын да, оған ше іштей жаман болып сақтап жүріп, анау туралы жаман ойлап, яғни анау кесе как будто жақтырмай, сондай ситуациялар болған менде өмірімде. Соның кесірі маған өте қатты зиянын тигізді. Мен осыны өзім зерттеген адам, қалай жеңіл өмір сүруге болады деген нәрсені зерттегем кәдімгідей ше. Өйткені осылардың барлығы адамға жаман нәрсені келтіреді екен. Менде мысалы мынандай бір ситуация болған. Мен мысалы мен ағаммен ұрысып қаламын да, мен ананы көргім келмейді. Туысқан ағам болса да мен ананы көргім келмейді. Менің ішімде жаман чувствоны қалдырады ол. Анамен сөйлеспеуге деген сияқты әртүрлі нәрселерді қалдырады. Даже ол қасында жүрген адам, алыста жүрген адам, әшейін онлайндағы адам болатын болса да, ол адамға кәдімгідей әсер етеді. Бірақ белгілі бір деңгейде айтайын, бұл адамға шынымен ауру алып келеді екен. Өкпе, реніш, біреуге кек сақтау шынымен жеңіл өмір сүруге ешқашан көмектеспейді. Одан бөлек ол просто мысалы бүйтіп айтайын, сен бір адаммен ренжісіп қалсың, сен оған ренжіп қалдың да, ол менен қашан кешірім сұрайды екен деп жүре беретін болсаң, оған ешқандай зияны тимейді. Зияны тиетін саған. Көбінесе әйел адамдарға қараған, жаңағыдай ер адамдарға қарағанда, әйел адамдарда онкологиялық аурулар, әртүрлі аурулар осындай өкпе, реніштің кесірінен негізі просто так пайда болады. Мен сол нәрсені түсіндім, сондықтан қазір ешқандай адамға ренжімеймін. Біреумен ұрысып қалмай ертең ұмытып кетемін, немесе сразу жазамын да кешірім сұрай саламын. Екінші нәрсе осы, яғни жеңіл өмір сүруге көмектесетін. Үшінші, яғни адамда жеңіл өмір сүре алу үшін нақты алдына бір арман мақсат болу керек. Мысалы, андай емес, арман мақсат осайға емес, просто орындалсын, орындалмасын, ол блокнотқа қағаз түрінде түсу керек. Мысалы, мен былай жазып қоямын, өзіме керекті 100 арман. Мен қолымда ақша бар ма, жоқ па, яғни менің ештеңем жоқ болса да мен жаза беремін просто. Мынау бір күні орындалады әйтеуір. Мына мақсатты көрген сайын адам жазған кезде ол нәрсені адам сезінеді. Сезінгеннен кейін барып қана іске көшеді. Бұл оймен жететін болсам, ой мен Дубайға барғым келеді, мен мына жаққа барғым келеді, мен мына жаққа грантқа түскім келеді, болмаса мен андай кітап оқығым келеді, мынаның курсын алғым келеді, болмаса бүйтіп жүретін болсаң, анау маған бере салса екен, анау маған ете салса екен деген сияқты жүре беретін болсаң, адамда арман мақсат болмайды. Яғни адам жеңіл өмір сүру үшін алдында арман мақсаты болу керек. Яғни біреуді андай не қылмау керек, біреуді талқыламау керек. Андай емес, сен өзің алдында арман мақсатың болған кезде біреуді талқыламайсың, біреуді өсектемейсің, біреуді жамандамайсың, біреудің өміріне қызықпайсың, анау бүйтіп жатыр екен, анау бүйтіп жатыр екен деген сияқты нәрселерді вообще ойламайсың. Сондықтан үшінші нәрсе, жеңіл өмір сүруге көмектесетін өзімнің ойымда, яғни менің өмірімді жеңіл еткен нәрсе арман мақсаттың міндетті түрде болуы. Айға, аптаға, күнге деген сияқты бүкіл нәрсе болу керек. Мақсаттың тек қана үлкен кіші деген болмайды. Мысалы, күнделікті мақсаттар деген болады, апталық мақсаттар деген болады, айлық мақсаттар деген болады, жылдық немесе 5 жылға, 10 жылға деген сияқты мақсаттар болады. Сондай мақсаттар адамды кәдімгі жігерлендіреді, мотивация береді. Сол кезде адамның өзінде ішіндегі мотивациясы ешқашан өшпейді. Одан кейін барып ең маңызды маған жеңіл өмір сүруге көмектескен нәрсе всегда білім алу. Білім алу деген сөз тек қана универде оқу, болмаса мектепте оқумен ғана шектеліп қалмайды. Кәдімгі психологиялық жағынан просто білім алу деген сөз біреуден курс алып сатып алу емес. Білім алудың түрлері бар. Мысалы, просто так сен кітап оқы, новый кітап сатып ал, бірақ өзіңе ұнайтындай. Біреу айтты екен, мен оқи салайын деген сияқты кітап емес. Өзің барып таңдап, ішін оқып көріп, маған мына кітап ұнай ма деген сияқты нәрселерді көріп, өзіңе қандай кітаптардың жанры ұнайтындығын анықтап алу керексің. Сосын сол кітаппен жаңағыдай сен не істейсің, білім алып сосындайсың. Егер, яғни мынау кітап енді ондай қатты қымбат тұрмайды, әртүрлі кітап 3 мыңнан 10 мың теңгеге дейін барып жатыр максимум кітаптар. Солай кітап оқып біліміңді жетілдірсең болады. Білім жан-жақтан, қарым-қатынас жағынан, адамдармен араласу жағынан, мақсат қалай қою керек, уақытты қалай дұрыстау керек, қалай адамдармен қарым-қатынас орнату керек, қалай достар табу керек, қалай шетелге шығуға болады, қалай үй алуға болады, қалай баспана алуға болады, қалай көлік алуға болады деген сияқты әртүрлі кітаптардың түрлері бар. Мысалы, рухани жағынан қалай Аллаға жақындауға болады, қандай сүрелерді жаттасам болады, әртүрлі кітаптар бар. Біреудің әңгімесі бар, біреудің махаббаты туралы кітаптар бар, әртүрлі кітаптар бар. Сен просто кітапты оқи берген сайын, андай саған көмектессін, көмектеспесін, бұл любой бір моментте сен алып шығады. Маған ең маңызды көмектескен, яғни мен кәдімгі бір жылдың ішінде 40-45 кітап
оқығанмын, ол маған қатты көмектесті. Осылай даже отырып өз ойымды еркін жеткізіп сөйлеуіме де көмектескен негізі кітап. Мен мынандай адам едім ше, вообще сөйлей алмаймын, тақтаға шықса болады ғой, ұмытып қала беретіндей ше. Негізі өзім сондай адам болғам ше, қатты ынжық деген сияқты сондай болғам. Мені ашқан ең негізгі нәрсе кітап. Одан бөлек енді егер ақша болып жататын болса, қосымша артық шығындар болып жататын болса, любой бір курстарды оқу өзіңе керекті. Мысалы әшейін, мысалы кейбір қыздар боянуды білмейді деген сияқты сондай курстарды алып оқу. Мысалы мен өзімнің екінші курсымда ондай нәрсені білмегенмін, кәдімгі боянудың курсын сатып алып оқығам. Және маған олар қазір көмектеседі деген сияқты ғой. Курстың жамандығы жоқ негізі. Курс адамды просто өсіреді, жан-жақты дамытады, мына ойлау қабілетін жақсартады ше. Ана курстар ойбай, инфо-цыган мындай деген емес, бірақ курсты өзіңе не керек, сол нәрсені оқу керек. Яғни маған осы қалай, яғни жеңіл өмір сүруге көмектескен нәрсе бірінші, яғни Аллаға тапсыра алу, екінші нәрсе өкпе, реніш, кекті адамдарға сақтамау, үшінші арман мақсаттың болуы, төртінші яғни міндетті түрде білім алу. Ол кітап болсын, курс болсын, подкаст болсын, бүкіл нәрседен, яғни сен анда уақытыңды үнемдеу мақсатында не істеу керексің, сондай білімді алып жүру керексің. Ол сені любой жерде алып шығады. Одан кейін мойындай алу. Маған ең қатты көмектескен осы жеңіл өмір сүруге мойындай алу. Мысалы сенде қандай проблема болып жатыр, соны мойындау. Просто так әшейін депрессияға кіріп жатып, мен депрессияға кіріп жатырмын, не істесем болады, көмектесіңдерші деген сияқты нәрсе емес. Просто любой нәрсені мойындай алу. Көп адам мойындай алмайды. Мысалы сен бүйтейікші, мына нәрсені адам қабылдай алу керек. Мойындай алу дегеніміз адамның өмірінде болып жатырған кез келген ситуация, ол адамның өзі қолынан жасаған ситуация. Мысалы ретінде қарайықшы, мен қазір біреумен сөйлесіп келе жатамын да, сосын мені қазір келіп біреу ренжітіп кететін болса, ол менің анаған әсер еткенім арқасында. Ана адамға қалай әсер еткенімнің арқасында. Яғни мен өзім кінәлімін, ол адам мені ренжіткені үшін деген сияқты. Сондай нәрсені адам қабылдай алу керек. Өмірінде болып жатырған бүкіл ситуация, сен біреумен ұрысып қаласың ба, біреу сені жамандап кете ма, біреу сені соғып кете ма, оның барлығы тікелей өзіңнің неге байланысты, өміріңе байланысты, өміріңе болғанда тікелей саған байланысты. Мен бұрын бүйтетін едім, анау мен жамандап кетті, анау мен сөйтіп кетті, анау онша емес, соны кесірінен мен сондай болып қалдым. Ана досым маған сөйтіп айтып кетті, соны кесірінен сондай болып қалдым. Мамам мені кезінде осылай жамандамағанда мен осылай болмайтын едім. Әкем мені осылай оқытпағанда мен осылай болмайтын едім деген сияқты нәрселердің барлығы оған ешқандай адам кінәлі емес. Адам бүкіл жерде өз-өзіне жауапкершілік ала алған кезде ол ешкімді кінәламайды. Ал всегда біреуді кінәлап, ананың кесірі, мен ана курсты оқыдым, яғни сол курсты оқығаннан кейін мен осылай болып кеттім деген сияқты нәрселердің барлығы мысалы неге байланысты, тікелей өзіне байланысты. Любой адамға өмірде кез келген жерде таңдау беріледі. Адам таңдау жасау арқылы ғана өзінің өмірін құрады. Сондықтан яғни кез келген жерде яғни бүкіл нәрсе болып жатырған ситуация ол өзіңе байланысты екенін мойындау. Мысалы депрессияға кіріп жатсың ба, депрессия өзіңнің кесірінен, біреудің кесірінен емес. Сен мысалы жылаймын десең жылайсың, депрессияға кіремін десең кіресің. Мысалы күлем десең күлесің. Адам негізі өзін өзі басқарып үйрене алады, өзін өзі басқарады. Просто так адам егер жауапкершілік алмаған кезде бүкіл нәрсені біреуге ысырады. Мамам кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі деген сияқты біреуді кінәлай береді. Яғни даже сен мысалы кез келген бір алдыңда бір мақсатың болса, оған жете алмасаң да өзің кінәлісің деген сияқты. Сондықтан ең соңғы нәрсе маған көмектескен бүкіл нәрсені мойындай алу. Мысалы қазір мен біреумен барып ұрысып қалсам, немесе біреу маған келіп жаман сөз айтып кетсе, немесе біреу маған басқа бірдеңелер жасап кететін болса, любой нәрсе өмірде болып жатқан ситуация болады ғой. Мысалы, соған мен бәріне өзім кінәлімін. Яғни өзіңді осылай қабылдай алу. Яғни сол кезде ғана сен не істейсің, жеңіл өмір сүресің. Ал өмірінде депрессия, проблема, яғни вообще ана ауыр бәрін қиындатып жіберетін адамдар, олар ешқашан жауапкершілік алмағандар. Просто әлі бала позициясында. Яғни не істейді деген сөз, олар мойындай алмайды өзінен екендігін, немесе өзі еңбектенбей жүргендігін. Яғни көп жағдайда адамдар мойындаған кезде ғана олар проблеманы көреді. Атак мойындай алмай жүргендер олар жүре береді. Не істесем болады, көмектесесіңдер ме маған деп сондай ситуацияда жүре береді. Ешкімнің өмірін келіп өзгертіп кетпейді. Маған осы нәрсе қатты әсер етті да. Мен де ондай кезеңдерден өттім. Маған кім көмектеседі? Мен депрессиядамын. Не істесем болады деген сияқты менде ондай кезеңдер болды. Bir жаққа барып келейікші деген сияқты депрессиядан, мысалы жалпы өміріңдегі болып жатқан ситуациялардан өзің ғана шығасың, ешкім көмектеспейді. Мама, папа, олар қатысы жоқ. Сен жалпы қалай жеңіл өмір сүргің келетін болса, осы нәрселерді қабылдау қажет боласың. Осымен менде бүгінгі яғни 5 нәрсе аяқталды. Яғни бірінші Аллаға тапсыра алу, одан кейін бізде өкпе, реніш керек, одан кейін арман, мақсат, одан кейін міндетті түрде яғни жеңіл өмір сүру үшін білім алу керек адам. Яғни өйткені ой өзгерісі не істеу керек, жаңарып отыру керек. Одан кейін міндетті түрде мойындай алу керек. Яғни өзі мойындаған кезде ғана белгілі бір деңгейде адам жеңіл өмір сүреді. Осымен менде бүгінгі өзімнің айтқан ойларым аяқталды. Егер сендерге осы мен айтып
жатқаным әсер етіп белгілі бір деңгейде өмірлерің өзгеріп жататын болса, яғни осы парақшаға тіркеліп мені қолдап кетуді ұмытпаңдар. Мен өзім осы YouTube каналымды қолға алдым. Өз ойларыммен, өмірімде болған ситуациялардың барлығымен осы неде YouTube каналымда бөлісетін боламын. Сау болыңдар.